акыркы 10 жылда көптөгөн көчөлөр қазақшаланды. Иә. Кейде мектеп оқушылары немесе мектептер осы қаланың іс-шараларына, тәрбиелік шараларға қатыспайды. Қазіргі бізде қазақтар саны пайызы 37% ғана. Күні кеше Грузияда қақтығыс болып жатыр. Достық мекенінің белгісі, мен айтып кеткендей алдында 100-ден астам ұлт тұрады бізде Теміртауда. Ұлт өкілдері тұрады. Қайырлы күн, қадірменді көрермендер. 24/7 медиа алаңында қонақта қала әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Самат Зияшев келіп отыр. Самат мырза, әңгімеміздің әлқисасын қаланың әлеуметтік ахуалынан бастасақ. Жалпы 2024 жылды қорытындылауға жақындап қалдық қой. Қалада әлеуметтік қандай бағдарламалар жүзеге асырылды, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай қолдаулар көрсетілді, осы туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, рахмет шақырғандарыңызға, өте осы керемет осындай сұхбатқа. Иә, жаңа дұрыс айтып өттіңіз. Жалпы жылды қорытындылауға қазіргі таңда болады. Қаламызда бірқатар мемлекеттік бағдарламалар іске асыруда. Сондықтан қаламызда өте көптеген жетістіктер де бар. Сонымен қатар кемшіліктер де бар. Онда да айта кеткен жөн. Жалпы жетістіктерді айта өтсек, жалпы біз қаланың тұрақтылығынан бастайық. Қалада қазір жалпы саяси жағдай өте тұрақты. Өздеріңізге белгілі 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады Теміртау қаласында. Әрқашанда Теміртау қаласы ұлт келісімді үлгісі қала болатын. Теміртау қаламыз. Сондықтан біз үлгі етіп, біздің елде сондай қаланың несін ұстап тұрмыз қазір. Үлгі ретінде. Теміртау достық мекені деген. Достық мекені деген, дұрыс айтасыз. Достық мекені деген атты соны қазір жалғастырып, соны ұстап жатырмыз. Биыл мемлекет басшысының тапсырмасында сәйкес көптеген әлеуметтік тапсырыс аясында көптеген бағдарламалар іске асырылып жатыр. Соның кейбір кезде айта кетсек, ол бірінші, біз биыл жастарға арналған арнайы ипотека беру. Өткен жылы біз 37 пәтер берсек, сол бағдарлама бойынша биыл 48 пәтер беретін боламыз. Сол бағдарламамыз. Ол біздің жастарға үлкен мүмкіндік. Өйткені үй мәселесі ол ең басты мәселе. Жаңа отбасы құрған адамдарға ол әрине үлкен көмек адамдарға. Қазіргі таңда сол Теміртауда сол басты мәселе болып саналады деп ойлаймын. Өйткені содан бәрі басталады. Үлкен көмек мемлекеттік тарапынан. Жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қыркүйекте халыққа жолдаған жолдауы бар ғой, әділетті Қазақстан. Енді жалпы тәуелсіздіктен бері қарай қарап отырсақ, бірінші президенттің тұсында да жиі жолдаулар жасалып тұрды. Бірақ бір айырмашылығы, ол кісінің жолдаулары жыл сайын жаңа бағыттарды ұсынып отыратын. Сәйкесінше кейде бір жолдауда айтылған нәрсе орындалып бітпей жатып, жаңа бағдарлама қабылданып кететін сияқты еді. Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдаулары бірінің жалғасы. Сериалы жолдаулар деп айтуға да болады. Ең басты идея бұл әділетті Қазақстан идеясы. Осы әділетті Қазақстанды қалай орнатамыз, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Енді қаламызда бұл бағытта қоғамның мемлекетке, билікке деген сенімін қалыптастыру бағытында қандай шаралар қабылданған? Жалпы дұрыс айтасыз. Ол тәуелсіздік аралығында Теміртау қаласы әрқашанда осы үкіметтің саясатын, және президенттің саясатын әрқашанда қолдап, біз сол бағытта әрқашанда жұмыс істеген болатынбыз. Жаңа осы қыркүйек айында мемлекет басшымыз арнайы жолдаумен халыққа жеткізген болатын. Сондықтан біз сол бағытта, мен жаңа айтып отырмын ғой, соның әрбір бағдарлама қазір жүзеге асырылатын. Ол жаңа мен арнайы несие жастарға арналған, ол соның бір кішкентай ғана бөлігі ғана айтып өтетін. Одан басқа біз өте көп бағдарламалар бар Теміртау қаласында. Сондықтан әрбір бағдарлама сол біздің мемлекет басшымыз айтқандай, соның
биздин саясий және де соны колдап сол багытта жумуш істеуге арналган. Ар бир биздин кадам, ар бир биздин максат сол болот. Халктын әлеуметтик жагдайын арттыруу. Одан башка бизде азыр көптөгөн өтө багдарламалар бар. Сонун ичинде мен айта өтейин, өткөн жылы биз арнайы жаштар орталыгын ачканбыз. Ол өздөрүңүз билесиздер, мамлекет башчысы арнайы жаштарга өтө көңүл бөлөтүн болот. Сондуктан биз арнайы азыркы таңда бизде көптөгөн нелер бар го, нашакорлук деген бар, Темир Тау калабызда. Сонун баарын алдын алуу үчүн сондуктан биз осундай арнайы жаштар орталыгын ачтык. Сол жерде бизде азыр апта сайын 200дөн астам иш-чаралар өткөзүлүүдө. Сондуктан ичинде көптөгөн бизде азыр идеялар бар. Жана креативдик индустрия деймиз, жана стартаптар бар. Биздин жаштар баштоо үчүн сондай мүмкүндүк биз жасап жатырбыз. Биз жалпы акимчилик тарапынан. Жаңагы жаштар орталыгы демекчи, энди биздин облусубузда осы Темир Тау алгачкы кала, типти Карагандынын өзүнөн де бурун осы Темир Тауда жаштар орталыгы ачылды. Ол жерге кимдер бара алат? Жаштар орталыгы жалпы тегин жумуш істейди го, кез келген жас азаматка. Ол жаштар орталыгы ади сондай, биз ол жаштар орталыгы өтө жакшы жерде орналаскан. Онун жанындагы 4 колледж бар, билесиздер, и университет жанында. Ол өтө жакшы орналаскан. Нагыз сол студенттер жана жаштар арасындагы согон арналган жерде орналаскан. Азыркы таңда 2000ден астам студент күндөлүктү катышып, арнайы ичинде бизде секциялар бар, кружоктор бар, шахматы бар сол жерде. Сол үчүн биз арнайы сондайды уюмдаштырдык. Ичинде одан да ары карай оны арттырамыз, көбөйткүзөбүз, арнайы бюджет бөлүп. Биз кей кезде кандай жаштардан кандай да идеялар болсо, сону колдап, биз сону ары карай иске асыратын болобуз. Казыр айтып турмун, 2000ден астам балалар гана, студенттер сонда өз убакыттарын өткөзөдү. Биз таңертеңден баштап кечки 10га чейин жумуш истейди. Керек болса, ол таңертеңге чейин жумуш істей алатын жерде. 24 саат жумуш істейт, керек болса. Жаштардын ұсыныстары боюнча биз сондай неге барамыз азыр таңда, көмөк жасабыз. Сондуктан сондай жаштарга өздеринин убакыт өткөзөтүн жер болгон дурус деп ойлойм. Ол азыр жалпы бизде арнайы президент акимчилигинин өкүлдөрү келип кеткен болатын, өткөндө өтө жакшы бага берди сол боюнча. Сондуктан биз сол багытта жалгастырып жатырбыз сол жумушту. Энди коомдо әлеуметтик осал топтор бар ғой. Темир Тау каласында жаштар орталыгы гана эмес, бизде осы турмуштук кыйындык көргөн аналарга жалпы отбасын колдоо орталыгы да осы облуста биринчи болуп ачылды, жаңылмасам, эски калада, орталык калай жумуш істеп жатыр азыр? Ол сол орталыкта айтып кетсек дурус айтасыз, өтө керемет жоба, эң биринчи ачылды мемлекеттик тарапынан. Ол содан кийин бизден үлгү алып, азыр башка да өңүрлөрдө ачылып жатыр сондай жер. Биз осы 1 жылын тойлады сол орталык осы жакында. Азыркы таңда 128 отбасы сол жерде болду. Онун ичинде 200 адам болгон, балалар менен бирге санасак 200 адамдай сол жерде осы 1 жылдын аясында болгон болатын. Онун ичинде ар түрлүү проблемалык бар отбасылар бар эмеспи? Онун ичинде 50 отбасы жанадан кайтарып, жанадан отбасы курду, бири-бири менен косулуп дегендей. Ол тек гана биз ондай орталык эмне үчүн ачтык? Ол орталыкта жанагы тек жатып тамак ишип деген эмес. Биз ол жерге арнайы психологиялык көмөк бар, консультациялар бар, биздин арнайы дарыгерлерибиз бар көмөктөшөтүн, арнайы жанагы адискерлер бар, және биздин заңгерлер бар көмөктөшөтүн аларга. Сол убакытта 50 отбасы азыр бири-бири менен косулуп, кайтадан ары карай өмүр сүрүп жатыр азыр. Әрине, өтө кыйын жагдайга учураган отбасылар да бар. Оларды оңой эмес, бирок олар менен биз тыгыз жумуш істейбиз. Сонун катар бизде сол кезде арнайы полиция полкуда жумуш істейди бирге. Сол кезде отбасы, сонда кыйын жагдайга учураган отбасы келгенден баштап, биз сол жерден баштап
көмектесе бастайды. Ол мемлекеттік бағдарлама аясында арнайы қаржылай көмек болады. Сосын ары қарай жұмысқа тұрғызамыз, балаларды сабаққа апарамыз, сондай көмек жасалады. Сол жұмыс ары қарай қазір жалғасып жатыр. Жаңа президент жолдауы туралы айтып өттік. Жалпы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі бұл халықтың әлеуметтік әл-ахуалын арттыру. Оның ішінде жаңағы осал топтарымыз да бар. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік гранттар беру жас кәсіпкерлерге, сонымен қатар жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру бағытында қандай шаралар бар? Ол мен бірінші кезде айтып кетейін. Биыл ол жаңағы жұмысқа тұрғызу мәселе бойынша біз биыл осы жастарға осы 13 жастан бастап 18 жас бастап соған мән береміз. Өйткені нағыз осы нашақорлыққа бейімделген жаңағы заң бұзушылыққа баратын сол арасындағы жастар біздің нелер, балалар, өтпелі кезіндегі балалар, соларға біз биыл тек 2,5 мыңнан астам сол 13-тен 18 жасқа дейін балаларды жұмысқа тұрғыздық. Оның ішінде жаңағы өзіңіз білесіз, Жасыл ел жасақ, еңбек жасақ жоба аясында 1000 балалар жұмысқа тұрғыз. Сонымен қатар бізде еңбек бағдарламасымен 600 адам балалар әртүрлі жұмысқа тұрған болатын. Содан кейін жаңа арнайы бізде қоғамдық практика деген бар, бағдарлама. Сол 3 айға арнайы мемлекет тарапынан 90 мыңдай айлық төлейді. Сол уақытта біз қазір 2,5 мың сондай өтпелі кезеңнен жаңағы балаларды жұмысқа тұрғыздық. Ол өте көп мәселе. Біз жалпы зерттегенбіз. Заң бұзушылықтарды полициямен бірге статистика қарасақ, өткен жылдан салыстырғанда өте аз. Сол өте бізде басқа да қоғамдық белсенділер сондай сұрақтар қойған болатын. Біз сол бағытта жұмыс істеп, сол өте маңызды, соған көңіл бөлген болатынбыз. Сосын тағы бір дүние бар, енді жастар туралы айтып отырмыз ғой, жастар тәрбиесі дейміз. Қазір білім бөлімі, қателеспесем, облысқа бағынады, қалалық әкімдіктерге аса бағына қоймайды. Теміртаудың басында орналасқаннан кейін кейде мектеп оқушылары немесе мектептер осы қаланың шараларына, тәрбиелік шараларға қатыспайды, араласпайды деген сияқты шағымдар естіп қалып жатамыз. Бұл мәселе қалай шешілген? Ол әрине, жаңа дұрыс айтасыз, қазір барлық бізде осы мектептер және балабақшалардың бәрі қазір облыстық білім басқармасына қарайды. Бірақ балалар біздікі, Теміртау қаласының біздікі, осы жергілікті біз азамат болған соң барлық балалар оқитын балаларға біз жауаптымыз. Олар не істейді ары қарай? Әрине, барлық қаржыландыру мәселесі, ол барлық осы облыс басқармасынан келетін болады. Бірақ басқасыны бәріне біз жергілікті атқарушы орган болған соң бәріне біз жауап береміз. Олар қайда жұмыс істейді, қалай істейді, оның бәріне біз жауап. Бізде қазіргі таңда 24,700 балалар оқиды, 30 мектеп бізде, 26 балабақша. Соның бәрін, әрбір мекеменің біз күнделікті зерттеп, кім қандай, мен жақында ғана неден шықтым, арнайы кәмелетке толмаған арнайы бізде комиссия бар ғой. Сонда біз апта сайын 20-дан астам жағдайды қараймыз. Әртүрлі төбелескен болатын, әртүрлі конфликта болған балаларды, жаңағы осалды айтты, осал топтардағы балаларды, солардың жағдайын жақсарту үшін кейбіреулерін арнайы мектептерге жіберу мәжбүр болады. Өйткені уже болмайтын жағдайларда болады сондай. Сондықтан ол қазіргі таңда көптеген мекемелер, жаңа сіз дұрыс айтып кеттіңіз, облысқа қарайды. Бірақ бізде сол облыстық басқармалардың қарым-қатынасы өте жақсы. Қазіргі таңда тек биыл ғана біз кішкене не жағына көшіп кетейік, қаржыландыру жағына. Көптеген осы мектептерде арнайы ремонт жасалып, көптеген жағдайлар қазір жақсарып келе жатыр. Мектеп болғанда жаңа 21-ші мектеп шу болды ғой. Ол шу болды, фасад жағынан, оның бағынан ол жерге әкім қолдау білдіріп, осы білім басқармасымен бірлесіп, облыс әкімі де қолдау білдірді. Сол жерде ол бірден шешілді. Ол мәселе қаржы бөлінді. Биыл қазір жалпы жұмыстар бітті ол жерде.
жалпы ата аналардан өтініш болған сол бағыт бойынша. Жалпы балалар ол бәрі біздікі, не болса да біз оның бәріне біз жауап береміз. Біз жергілікті атқарушы органда біз балалардың бәрі біз жанымызда ғой, сондықтан бәріне біз жауап беретін боламыз. Менде жалпы сұхбатымыздың түйінделер тұсында бір мәселеге назар аударып өткіміз келеді. Мынау әлемде қазір ахуал күрделі. Жалпы енді іргедегі көршіміз Ресей мен Украинаның арасы, күні кеше Грузияда қақтығыс болып жатыр, ішкі мәселелер ғой енді. Және кеше оңтүстік Корея Республикасында да осындай әскери жағдай енгізілген оқиғалар орын алып жатыр деген сияқты. Кейбір мамандардың, енді тарих саласында жүрген азаматтардың болжамдары бойынша өзі қай ғасырдың болмасын алғашқы жарты жылдығы осындай дүрбелеңге толы қиын кезеңдермен өтеді екен. Қазақстанның орналасқан географиялық ауқымы да осындай бір ерекше жерде отырмыз. Мемлекеттік тұрақтылықты сақтау бұл біздің басты ұстанымдарымыздың бірі. Және Қазақстанның да сыртқы саясаттағы басты бағыты бұл келісімге келу, кез келген конфликтті осы Астанада жиналып, Астана диалог алаңы ретінде ұсынып келген болады. Бірақ әлемдегі осындай қалыптасқан құбылыстарда бұл қоғамның ішкі тұрақтылығын сақтау маңызды сияқты да. Сіз жаңа сөз басында айтып өттіңіз ғой, енді Теміртау достық мекені, қаншама ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрады. Бұл қалада арандатушылық болуы да мүмкін, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Соның алдын алу үшін не істеу керек? Жалпы не істеліп жатыр осы қоғамдық тұрақтылық пен тыныштықты сақтау бағытында? Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда дүние жүзінде геосаяси жағдай онша емес. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда Израиль мен Палестина аралығында, Ресей мен Украина аралығында, қазіргі таңда және Кореяны айтып кеттіңіз. Өте оңай емес, бірақ айтып кетсек, жаңағы барлық елдің өкілдері біздің Теміртауымызда тұрады. Бізде Теміртауда даже француздар да тұрады, өздеріңіз білетіндей. Сондықтан біздің Теміртау әрқашанда достық мекені болады. Қазіргі кезде әрине өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының бастамасымен көптеген саммиттар, әртүрлі диалогтар, көптеген мемлекет басшылары келіп жатыр Астанаға, әрқашанда тапжылмай келіп жатыр. Оның бәрін біз арнайы сондай площадкамыз ғой, Астана тарапы. Сондықтан әрбір қала, соның ішінде Теміртау, бәрі сондайға үлес қосып жатыр деп мен ойлаймын. Өйткені бізде қазіргі таңда Ассамблея институты бар ғой. Сол жерде ол жағынан Теміртау қаласы қатты дамып кеткен. Біздің өкілдер, бізде қазіргі таңда 10 этномәдени орталықтары қазіргі таңда өз жұмыстарын жасап жатыр. Әрқашанда олар да Астанаға шығып, әрбір іс-шарада қатысып отырады. Ол ненің белгісі? Сол жаңағы сіз айтып кеткендей достық мекенінің белгісі. Мен айтып кеткендей алдында 100-ден астам ұлт тұрады бізде Теміртауда. Ұлт өкілдері тұрады. Әртүрлі конфессиялық өкілдер өмір сүріп жатыр Теміртау қаласында. Оның бәрін қарап өтсек, әрине арасында арандатушылар да болады. Өздеріңізге белгілі, қаңтар кезінде де Теміртау сыртта қалған жоқ. Бір талайда сұрақтар болған болатын, бірақ оның бәрін тыныш бірлесіп, осы Теміртау халқымен бірлесіп, оның бәрін өттік. Ол қиын жағдайда, жалпы елде де қиын болды ғой жағдай. Бірлесіп, президенттің бастамасымен оның бәрін өткен болатынбыз. Теміртау қаласында оның бәрін қолдап, әрбір ұлттан оны сондай қолдау білінген болатын. Сол бағытта біз оған да өте көп маңыз береміз. Өйткені тек біз уже 5 жыл бойы арнайы этномәдени орталықтарына арнайы премиялар, қала әкімінің сыйлығы, ол дәстүрге айналған бізде шара. Сонымен қатар бізде қазір достық үйі, оның ішінде ақсақалдар бар, жаңағы совет ветеранов дейміз. Аталар мектебі биыл ашылды. Ақсақалдармен бірлесіп, бәрі бізде қазіргі таңда біз қандастар дейміз ғой, қазір 20 мыңнан астам бізде қазір қандастар өмір сүруде. Оның бәрі қазір біздің мемлекеттік тілдің дамуына жақсы әсер етеді. Оны шынымен айту керек. Бұрында Теміртау қаласын 90-шы жылдары салыстырып өтсек, 3% қазақ тұрған.
Қазіргі бізде қазақтар саны пайызы 37% ғана. Басқа пайыздар ол басқа ұлттардың саны болатын. Сондықтан қазір мемлекеттік тілді дамыту бағытында бізде көп жұмыс атқарылды. Осы ақырғы 10 жылда көптеген көшелер қазақшаланды. Мектептерде өзі аттарын қазір керемет біздің адамдардың аттарын қазір қойып жатырмыз ғой. Сондықтан сол бағытта біз ары қарай да жұмысты жалғастырамыз. Өйткені мен ойлаймын, ол өте үлкен жетістік деп ойлаймын біздің қаламызда. Оның бәрін осы басқа ұлттарда соны қолдап, бізбен бірге, олар бәрі түсінеді ғой, өйткені біз осы қазақ елінде бәрі өмір сүріп жатыр, бірлесіп, солармен бірге әртүрлі нелер болады, өздерінің әртүрлі мерекелер болады ғой. Сол кезде бәрін бірлесіп қатысып, мен бәр жерге қатысамыз. Этно-мәдени бірлестіктері әр шараға шақыратын. Азербайжан болсын, татарлар болсын, олардың бәріне біз қатысып отырамыз. Сондықтан мен ойлаймын, осы Теміртау сияқты қала барлық басқа қалаларға үлгі болу. Осы біз ақырғы 3 жылда айтып өтсек, біз ешқандай ондай конфликттар болатын, ұлтаралық нелер болған жоқ бізде. Әрине арандатушылар бар, заң бұзғандар бар, олардың бәрі жауапқа тартылған болатын. Дер кезінде шара қабылданып отыр ғой, Дер кезінде шара қабылданып, бірақ ол ондай жаңағы нәтиже болу үшін біз белсенді жұмыс істеуіміз керек. Ол алдында оның бәрі бірден нетпейді ғой, бірден бола салмайды ғой. Олардың әрбір бізде қазір орыс тілде де сөйлесіп, ондай ешқандай қиындық жоқ. Орыс тілде бәрі сөйлесіп жүре береді қазіргі таңда. Қазір біздің жастар, мен өткен жастармен кездескен болатын, олардың бәрі көбісі ағылшынша сөйлейді қазір. Мен өте қуаныштымын оған өткенде. Өте көптеген идеялары бар. Қазір үш тілді меңгерген қазіргі жастар. Өте жақсы ол. Мен ойлаймын, ол біздің үлкен жетістік, ол кемшілік емес. Әрине, қазақтың өзінің мәтелі бар ғой. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Және адам қанша тіл білсе, сонша елдің мәдениетін біледі, сонша елдің білімін игереді. Енді осы тіл саясатына да келген кезде қаламызда тіл бағытында да жақсы жұмыстар істеліп жатыр. Тілдерді дамыту орталығы бар, ресурстық орталығымыз бар, және оңай тілдің өзінде осы көптеген өзге ұлт өкілдері оқып білім алып, жаңа қалалық байқауларда да, басқа да шараларда қазақша еркін сөйлеп жүргендеріне куә болып жүрміз. Жақсы, онда сіздің жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Алдағы уақытта да әріптес болып бір бағытта, бір мүдде жолында жүре береміз деген ниеттеміз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Көп рахмет.